Сәлем баршаңызға, бүгін тауық сорпасын дайындайтын боламыз. Құрамы экранда көрсетілген 400 грамм тауық етін дайындаймыз. 2 картошка және 1 сәбіз және 1 жуаны ашып тазалап қоямыз. 30 минут тауық етін асып қоямыз. Сорпаға 1 жуан мен тұз салуды және переправа салуды ұмытпаймыз. Келесі кеспе, яғни лапша дайындаймыз. Лапшаға қамырға бізге жұмыртқа және тұз және жылы су қажет. Жақсылап илейміз, қамыр соңында қолға жабыспау қажет. Барынша жұқа етіп қамырды жаямыз. Жұқа жайылған қамырды оқтауға алдымен жақсылап орап аламыз. Одан кейін жұқа жайған қамырды барынша жұқа етіп кесеміз. Кескен қамырлардың арасын ашып жаямыз. 30 минут қайнаған сорпадан тауық етін бөлек алып шығамыз. Ашылған картошка мен сәбізді салып, туралған кезде ішін араластырып шығамыз. Сорпадағы тұздың дәмін көруді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазыламыз. Сіздермен болған Смағұлова Еңлік.